Қытай басшылығы аталған өңірде қатаң соққы деп аталатын арнайы операцияны жүргізген. Нәтижесінде тек қана былтыр 227 мың тұтқындау фактісі болған. Шыңжаңдағы мұсылмандарға қарсы қысымның келесі түрі сөз болған қайта тәрбиелеу лагерлерін соғу болды. Онда түрлі себеппен қазақ, ұйғыр және басқа да мұсылмандарды қамады. Көпшілік жағдайда нақты айыпта тағылмаған. Кейбір деректерге сай, ол лагерлерде миллионға жуық азамат қамалған. Осы жылдың мамыр-маусым айларында Қытайдан қашып шығып Қазақстанда ұсталған Сайрагүл Сауытбайдың жағдайы әлгі лагерлердің қаншалықты қауіпті екенін көрсетті. Қытайдан келген қазақ азаматтары да туған туыстарының, отбасы мүшелерінің сол лагерлерде ұсталғанын айтып дабыл қағуда. ақш-та сенаторлар осы мәселеге қатысты нақты жазалау шарасын қолдауды ұсынды. Марко Рубио бастаған конгрестің бір топ өкілі президент Дональд Трамптың әкімшілігін Шыңжаңдағы жаппай қамау бағдарламасына және адам құқығына қатысты жалғасып отырған дағдарысқа қатысты болуы мүмкін, яғни қатысы бар деген Қытай шенеуніктеріне қарсы Магнитский заңын қолданып санкция салуға шақырды. Қытайдағы лагерлер мәселесін сол жақта тұратын қырғыз ұлтының өкілдері де көтерді. Оншақты қырғызстандық пен этникалық қырғыз жақында 23 қарашада Алматыда баспасөз конференциясын өткізді. Туыстары Қытай лагерлерінде отырған олар өздерінің бастан кешіргендерін батыс елдерінің журналистеріне баяндап берген. Баспасөз конференциясына қатысушылар әлемдік қауымдастықтан Қазақстан мен Қырғызстан биліктерінен ұсталған туыстарын босатуға ықпал жасауын сұрады. Қазақстандағы бұл ұйымның белсендісі Серікжан Біләштің айтуынша, Қытай 50 мыңнан астам қырғызды ұстаған, ал ұсталған қазақтар саны 700 мыңға жеткен. Оның айтуынша, ұсталған қырғыздар саны туралы мәлімет тек ұйымға 2 ай бұрын ғана түскен. Бұл мәселені батыс елдерінің бұқаралық ақпарат құралдары да кеңінен жариялай бастады. Мәселен, CNN телеарнасы жыл басында сол лагерлерде 120 мыңға жуық ұйғыр тұтқында деген ақпарат таратты. Алайда ол мәліметті Қытайдың саяси басшылығы мойындамай келеді. Мәселен, биыл ақпан айында Қытайдың Алматыдағы бас консулы Жан Вэй Қытайда адамдарды қайта тәрбиелеуге арналған мұсылмандар лагерлері бар деген ақпаратты жоққа шығарды. Ол CNN батыстың басылымы. Оларға сенбеңіздер, Қытайда ондай ұғым жоқ деп басын ала қашты. Яғни сол баяғы кеңес кезеңіндегідей бұл батыстікі, бұл біздікі деген идеологиялық қарама-қайшылықтың көрінісі. Қараша айында BBC тілшілері Қытайға барған сапарында осы қайта тәрбиелеу лагерлері тақырыбын зерттеген. Олар Google Earth жер серіктік карталарындағы суреттерді Еуропалық ғарыш агенттігі Sentinel компаниясының 2018 жылғы қазан айында түсірген суреттеріне талдау жасап, құпия құрылыс алаңының бар екенін және олардың кеңейіп келе жатқанын көрген. Тіптен адам айтқысыз үлкен өзгеріс болған. Тілшілер жергілікті адамдармен сөйлеспек болған. Біреумен ашық сөйлесу мүмкін емес. Бақылап жүрген тыңшылар бізден бір қадам артта қалмады. Тіптен сәлем бергендерге де зекіп жатты деп еске алған журналист. Жергілікті халық сондағы құпия ғимараттарды бұл қайта тәрбиелеу мектебі десе, екінші бір саудагер, онда қазір өзгеше ойдағы 10 мыңдаған адам отыр деп сөзін толықтапты. Шыңжаңда мектепке бару деген сөздің өзі қазір басқаша мағына береді екен. Мектеп дегені әлгі сөз болған лагерлер. Тілшілердің сараптауынша, Шыңжаңда тіптен бүкіл елде мұсылмандардың жүріп тұруына шектеулер қойылған. Оларға паспорттарын полицияға сақтауға беру міндеттелген. Ресми лауазымдағы азаматтардың мұсылман дінін ұстануына, мешіттерге баруына және ораза ұстауына, шетелге шығуына тыйым салынған. BBC мәліметі бойынша, ондай жаңа лагерлер саны былтыр 14-15 болса, биыл 10-ға жуық. Жалпы саны 40-тан асуы мүмкін. Әрине, бұл ақпараттар тек қана болжам ғана. Себебі аталған тәртіптік кешендерге қатысты Қазақ радиосынан беріп жатырмын, Қазақ радиосынан. BBC тілшілері қазақ көп қоныстанған Құлжа қаласына да барған. Онда лагерлер жаңадан салынбаған. Мектеп немесе зауыт сияқты басқа да функцияларды атқаратын ғимараттар қайта жөнделіп лагерге айналған. Қытайдың бұл қатаң саясаты сол өңірде тұратын көптеген қазақ отбасыларының шаңырағын шайқалтқан. Соның бірі Ақытқан Халида апайдың жанұясы екен. 2018 жылдың 17 ақпанында Шыңжаңның Іле Қазақ автономиялы облысында тұратын ақ жаулықты ананың 3 ұлын ешқандай сотсыз, тергеусіз, себепсіз бір күнде Күнес ауданында ұстап әкеткен. Аттары Сатыбалды, Оразжан, Ахметжан. Сонымен бірге 3 келін де ұсталып, саяси үйрену лагеріне жіберілген. Осы 3 отаудан тараған 14 немересінің қазір қайда қалғаны белгісіз. Бұл сұмдыққа шыдамаған шаңырақтың иесі Рахымбай Ақсақал биылғы жылдың 9 қыркүйегінде Құсаудан қайтыс болыпты.
Өз кезегінде Қытай қайта тәрбиелеу лагерлеріндегі адамдардың көбі мұсылмандар екенін жоққа шығарады. Қытай тарапының мәлімдеуінше, бұл нысандар кәсіби дайындық орталықтар екен, және олар терроризм мен діни экстремизммен күресті күшейтудің бір шарасы ғана. Иә, дәл осылай ақталып жатыр. Сонымен тақырыпты қорытындыласақ, Қытайдың Шыңжаң аймағы Іле автономиялы облысында жергілікті мұсылмандарға қарсы жүргізіп отырған қатаң саясаты барлық халықаралық құқық талаптарына қарсы келеді. Адам құқығын таптайтын әдістерді терроризмге қарсы шаралар деп ақтау ақылға қонымсыз. Иә, терроризм бүгінде тек Қытайдың ғана емес, әлемде көптеген елдің бас ауруы. Дегенмен олар террористерге қарсы күресеміз деп бүкіл бір халық немесе дін өкілдерін ірі лагерлерде тұтқында ұстап отырған жоқ. Яғни бұл мәселе біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде шығып, әлемдік қауымдастық нақты қысым көрсету, жазалау шаралары арқылы ғана шешуі мүмкін. Соның бірі Қытайға қарсы экономикалық санкциялар. Қош, сау болыңыздар.